Сосын қайда саласың? ютубқа. Так, бізде басталды. Так, көрермендермен жалпы сәлемдесіп. Негізі қалай басталады подкаст? Негізі сөйлесіп басталады ғой. Иә. Негізі біздің алғашқы подкаст болғандықтан енді сәл уайымдап тұрмын. Бірақ соның өзінде де барлығына сәлем. Бұл орта мектеп подкасты. Сіздермен бүгін мен жүргізуші Абзал және Аян, қош келдің. рахмет. Бұл біздің пилоттық подкаст. Барлықтарыңызды көргеніме өте қуаныштымын. Алғашқы қонағымыз Аян. Негізі Аянды таңдаған себебім өзім жуырда танысқан болатын, бірақ соның өзінде өзін жақсы қырынан көрсетіп, эрудициясы жоғары адам екенін дәлелдеді. Өзін таныстырып кетсең, немен айналысасың, нешінші сынып оқисың? Менің есімім Аян. Осы 105-ші орта мектептің 10-шы В сыныбында оқимын. Ең сүйікті пәнім тарих. Осы өзім гуманитарлық бағытта оқимын, гуманитарлық қоғамдық бағытта. Және болашақта да осы жолмен кетуді жоспарлап отырмын. Мамандығың қандай ба? Мамандығым әлі шешпедім. Бірақ сол гуманитария бағыты болған соң. Мүмкін тарих, философия. Халықаралық қарым-қатынас қарастырдың ба? Халықаралық қарым-қатынас, дипломатия. Қарастырдым, бірақ әлі ойланудамын. Енді 10-шы сынып болған соң әлі уақыт бар. Пока дайындалып жатқан шығарсың, иә? Дұрыс. Жалпы бірінші сұрақ, мектеп сен үшін ол не? Саған мектептің қандай маңызы бар? Өзің мектеп туралы, біздің мектеп туралы не ойлайсың? Мектеп ол осы қоғамның, адамның осы өмірге деген жолдың фундаменті, былайша айтқанда. Осы адамның осы 11 жылдан кейін қалай қалыптасатыны осы мектеп қабырғаларынан басталады. Оған оқу жүйесі, мектептегі жүйелер, апайлармен, ағайлармен қарым-қатынастар, және де осы басқа да мектеп оқушылармен қарым-қатынастар маңызды. Орнату жалпы сол бойынша. Иә. Мектепте былай қалай сенде қалай түсіндірсем екен? Социология дейін ба, қоғамға қалай өзіңді көрсетесің, жалпы өзіңді айқындайсың? Жалпы қандай адамсың? Интроверт, экстраверт? Скорее интроверт. Интроверт санайсың ба? Интроверт санайсың ба өзіңді? Өзімді, иә. Мысалы да, сен осы мектепке келіп жүрсің ғой. Осы мектепке келуге саған не мотивация береді? Әлде мәжбүрлей ме біреу? Система мәжбүрлейді десей. Шынымен? Иә. Келісу керек. Бірақ мысалы, мектептің көбісі пайда жағын айтады. Бірақ соның өзінде кейбіреулер ойлайды, мектептерде, жалпы білім беру орталықтарында керек емес пәндер көп дейді. Балдар бәрібір де оны оқымайды, бірақ ол білім жүйесінде бар. Соған байланысты сенің ойыңша жалпы мектептерде қандай сабақтар тым көп беріледі, немесе қандай сабақтар сен мүлдем алып тастаушы едің? Осы мен келісем, өйткені мектеп жүйесін ескіргенін, және де жаңа реформалар қажет екенін осы мектеп жүйесіне. Мысалға айтатын болсақ, керек емес пәндер. Мысалға әр адам өзінің бағытын жақсы алып шығу керек. Мысалға мен өзімді айтатын болсам, қоғамдық гуманитарлық бағыт. Және де бұл бағытқа мен физиканың, химияның, биологияның аса қатты қажет емес деп санаймын. және де оның орнына, сол сабақтардың орнына, сол сағаттардың орнына гуманитарлық бағыттарды одан сайын шындаса, мысалға адамның сыни қабілетін ойлайтын философия туралы бағыттарды olsa жақсы болар еді деп есептеймін. Керемет. Бірақ не мысалы альтернатива келтірсең, мысалы қандай сабақтар сен расымен де кіргізер едің? Сыни ойлау бойынша, немесе өзінің бір ойлап жүрген мақсаттарың бар шығар осы туралы? Мен осы философияны мысалға пән ретінде қосуға. Өте керемет. Және де сүйікті философың кім? Альбер Камю. Камю? Иә, француздық. Анау Камюдің емес пе?
таспен бетіп Иә. жалпы ол туралы не ойлайсың? Абсурдизм ба? Абсурдизм туралы. Абсурдқа сенесің ба? Абсурдқа сенемін. Иә, өмірде абсурд деп есептеймін. Өмірде бір қатты бір мақсат жоқ деп есептеймін. Бірақ әр адам сол мақсатты өзі табады, өзінің өмірінде. Мысалға, ол бір адамның мақсаты ол мысалға бір миллион доллар болуы мақсат болу. Мысалға бір доктор, философ болуы мүмкін мақсаты. Екінші мақсаты бір адам жеке тыныш өзі тек қана отбасымен, бала шағасымен аман есен осы өмірін бақытты етіп өткізу деп есептеймін. Өмірдің бір қатты бір нақты мақсаты жоқ мен үшін. Бір мысалға әр адам 25 жасында мысалға бір миллионер болып кету керек деген нақты бір мақсат жоқ. Әр адам өз бақытын өзі табады, оны таппауда өзінің қолында. Ал вот абсурдқа сенемін. Абсурдқа қосыламын Альбер Камюдің. Жалпы көрермендерімізге түсіндіріп кетсең, абсурд деп нені айтып отырсың, жалпы сәл дефиниция беріп кетсең? Абсурд деп айтып отырғаным ол осы қоғамның бір әділетсіздігі деп есептеймін. Әділетсіздігі, бір нақты бір мақсаттың болмауы, өмірдің мәні болмауы, әрбір нәрсенің бір мақсаты бір қалай айтсам екен, мақсаты бір целі болмаса да әр адамдар соған бір амалын жоғынан системамен өмір сүруі деп есептеймін өзің не ойлайсың бұл туралы? Мен абсурдизмді зерттеген болатынмын. Біз ол туралы дебатта бір ойын ойнаған болатынбыз. Негізі абсурдизмді қабылдау меніңше өте оңай секілді. Себебі сен барлық нәрсені жоққа шығарасың, ештеменің мәні жоқ деп санайсың, бірақ соның өзінде де абсурдизмда мүлдем мән жоқ деп айтуға болмайды ғой. Бәрібір де әр адам өзінің мәнін табады деген. Сонымен келісуге болады. Бірақ жалпы философия туралы айттың. Сен мысалы егер де білім жүйесіне бір ықпалың болатын болса, қандай философтарды қосатын едің мектеп жүйесіне? Камюдан басқа әрине. Мүмкін ол қазақ ойшылдары көбірек, мүмкін батыс. Қазақ ойшылдарын қосуды көбірек қосу керек, және де бір қазақ деген мысалға осы жастар халық ассамблея туралы не ойлайсың? Халық ассамблея туралы осы жақсы ма, бізге пайдасы бар ма? Меніңше жоқ, мүлдем жоқ секілді. Келісемін. Абсурд қой былай қарасам. Қазақ ассамблея меніңше ол керісінше бір трайбализмға келіп жатқан сияқты. Ол қоғамның дерті, трайбализм, ол бәріне түсінікті деп ойлаймын. Бірақ сол трайбализмді одан сайын күшейтіп жатқан осы ассамблеялар, рулық жиындар, айта берсек көп. Бірақ жалпы осы философия тақырыбынан ауытқымай көбірек осы туралы сөйлессек. Жалпы не ойлайсың? Жалпы философияның қандай маңызы бар деп ойлайсың осы қоғамда? Философияның маңызы ол адамның осы бір нәрсені жақсы түсінуіне, осы сыни көзқарасты қалыптастыруына келеді, менің ойымша, философия. Философтар көп, мысалға Кафкада жақсы философ, Франц Ницше. Мен Ницшені оқып жатырмын қазір. Не білесің ба? Так говорил Заратустра. Сол кітап үшінші рейх кезінде Майн камфтан кейін екінші танымал болған кітап. Гитлердің сүйікті философы Фридрих. Жалпы жарайды, түсінікті философия туралы. Мысалы, осы мектеп өмірінен ауытқымай, сен мысалы білім жүйесінде қазір үлкен қандай проблема бар деп ойлайсың? Мектеп жүйесінің ең үлкен проблемасы ол проблемалары ол не қосатынымды айтсам бола ма? Мен мектеп жүйесіне мысалға дебаттарды қосуды, бір политикалық болсын, бір дін жағынан болсын, адамдар өзін ашуға құқылы болу керек, өз ойын ешкімнен қорықпай, оппозициялық позицияларын қорғап, және де бұл демократияның, либерализмнің осы бір қағидалары, негіздері. А вот мектеп осыған енді не ғой? Осы өмірге деген адамның бастамасы, фундаменті. Мысалы, меніңше мектепте осындай азаматтық қоғамды қалыптастыруға институтталдық бір негіздер жетпейтін секілді, жаңағы айтып отқан секілді философия тағы да басқа. Мен бір теория естігем осы бойынша. Ротшильдтар ма осы білім жүйесін алғаш енгізген кезде, жалпы білім жүйесінде
оқушыларды осындай сыни ойлаудан алшақ ұстатқан. Себебі ешқандай мемлекеттің басшылығына ол былай алғанда тиімді емес. Оның оппозициясы пайда болғаны, оған қарсы жүйеге қарсы адамдар пайда болғаны ол түсінікті. Бірақ негізі біз тек Қазақстанның кейсін алатын болсақ, меніңше бізге азаматтық қоғам өте жетіспейді секілді. Ешқандай қоғам, менің ойымша, осы демократиялық, коммунистік, фашистік, националистік, ислами, христиандық ешқандай қоғам өздерінің адамдарын осы сыни көзқарасын айтуды, және де осындай еркін адам болуды қаламайды. Өйткені бір адам қоғамның ішіндегі ең ақылды болып шықса, ең еркін болса, оны уже басқару мүмкін емес. Ал осы мемлекеттің өзі басқарудан тұрады ғой адамдарды, халықты. Всякая власть это насилие над людьми дейді ғой. Әлбетте. Барлығы манипуляциядан тұрады дейді ғой. Келісемін осы. Жалпы қаншалықты мектептен күйіп кету сезім болады сенде? Мысалы, шаршап кетіп, немесе барғың келмейтін сәттер негізі жиі бола ма? Болады. Оған не себеп? Қанағаттанбайсың ба әлде? Осы керек емес пәндіктің көбі менің. Шаршатып жібереді, тоздырып. Мен мысалға биохимға бармаған себебім, мен ол пәнді білмеймін. Менің сүйіп таңдаған бағытым қоғамдық гуманитарлық бағыт. Және мен соны осы университетке түскенге дейін 1-2 жыл осы соған кіріп кетуім керек деп есептеймін. Әлбетте. Бірақ саған оған кедергі келтіріп жатқан факторлар бар. Және сен сол факторлардан арылған келеді. Өте керемет. Сондықтан сенде жиі қажу болады, себебі осындай бір үлкен себептің болуы. Түсінікті. Жалпы қалай ойлайсың, орта мектеп пен басқа лицей, гимназия мектептердің айырмашылығы қандай? Оларды қандай факторлар арқылы біз айыра аламыз? Менің ойымша айырмашылық жоқ. Айырмашылық жоқ, бәрібір қоғам деп ойлайсың ба? Лицей болсын, гимназия болсын, орта мектеп болсын. Жарайды, онда ол түсінікті, барлығы олардың бәрі мемлекеттік мектептер. Ал енді мемлекеттіктен тыс жекеменшік мектептерді алатын болсақ, мемлекеттен тыс жекеменшік мектептердің айырмашылығы сенің ойыңша қандай, және ол немен өлшенеді? Мемлекеттік мектептер жаман десе. Қалай айтсам екен? Менің ойымша, осы жекеменшік мектептер дегенге қарсымын, өзім ойым. Жекеменшік мектептер қарсысың? Иә. Сен социализм бағытын ұстанасың ба негізі? Социал-демократ. Социал-демократ. Түсінікті. Ал жаңағы сұраққа келетін болсақ, жалпы олардың басты айыратын не деп ойлайсың негізі? Оларды қалай салыстыруға болады? Идеология жағынан. Идеология жағынан. Сонда сен ойынша идеология бір жақта бар, әлде бір жақта жоқ, әлде олар екі түрлі идеологиямен оқыта ма? Менің ойымша екі түрлі. Мемлекет мектептерде тек қана мемлекеттің идеологиясын ұстануға тырыстырады. А мемлекеттің идеологиясы деген не? Окей, түсінікті. Ал жекеменшікке келетін болсақ? Ол жақта көбірек капитализм, индивидуализм? Иә. Көбірек соған кетеді. Иә. Окей, түсінікті. А жалпы мектеп бітірген соң не істегің келеді? Университетқа түсу ойда бар ма? Әлде сен университетті мүлдем мойындамайсың ба? Мен мектеп бітіргеннен кейін 1-2 жыл өзім іздегім келеді. Гэп-йер. Иә. Саған сұрақ осы. Неге осы біз 91 жылдан бері қазіргі кезге дейін тәуелсіздікте осы бір халықты түгелдей қазақша сөйлеп кете алмадық? Неге? Мектеп қабырғасынан деп бастасақ қалай? Үлкен мәселе менің ойымша. Ол тек қана осы тәуелсіздік алғаннан басталған жоқ қой. Ол осыған дейін біз неше жүздеген жылдар бойы отарда болдық. Басында империалистік Ресей империясы, ол түсінікті. Одан кейін бізге қызылдар келді 17-ші жылы. Ол түсінікті, иә. Меніңше осы сәттер ол андай накопительный эффект дейді ғой. Бір-біріне жиналып, үлкен мәдени бір шұңғыр жасаған секілді. Ойламайсың болай? Мысалы, меніңше империалистік Ресейде біздің мәдениетіміз әлде қайда көбірек сақталған секілді.
КСРОға қарағанда. Өйткені КСРОның басты идеологиясы социализм, коммунизм, ленинизм болғандықтан олардың басты мақсаттарының бірі совет адамын шығару болды. Совет адамын шығару болды, барлығын біркелкі, бір тілде, бір мәдениетті. Меніңше осы нәрсе біздің айдентикамызды өте қатты құртқан секілді. Сол себептен біз толық арылмасақ та осы дерттен, меніңше ол уақыттың меншігі секілді, бәрібір де ол қайта келетін секілді. Себебі сен мысалы байқадың ба, бұрынғыға қарағанда, мысалы 10-20 жыл бұрын адамдар қазақша азырақ сөйледі қазірге қарағанда. Қазір қазақ мектептерінің саны орыс мектептерге қарағанда көбірек. Меніңше ол болашақта үлкен бір әсерін әкеледі секілді. Себебі мысалы алатын болсақ, кезінде орысша білім алғандар не істеді? Орысша тәрбие беріп, орысша тілді балдарды тәрбиеледі. Одан кейін ол орысша тәрбиеленген балдар орысша сөйлеп, замкнутый круг болып қалды да, олар өздерінің балдарын орысша береді, оның балдары да орысша береді. Меніңше бұл үлкен дерт секілді, бірақ ақырында барлық келе жатырмыз. Және білесің бе, мен ойымша қазақ тілді адамдар әлде қайда осы жақын болашақта өте ақылдырақ болатын секілді көбірек. Себебі мысалы сен байқасан, бізде мысалы 140 білім беру орталығы, зерделі, немесе I+ деген секілді көптеген білім орталықтары бар, жекеменшік, курсқа байланысты. Соларға көп баратын, көп квоталық орындар ашылған қазақ тілді курстар, қазақ тілді мұғалімдер, қазақ тілді оқушылар. Меніңше осы әсер ететін секілді, бәрібір де ол жоғары оқуда қазақ тілді білім алатын адам кейіннен сол тілге байланысты өзінің өмірін жалғайды. Иә, меніңше солай секілді. Жалпы сен білім беру системасына, жай мектептік түсінікті, жоғары оқу білім системасына қалай қарайсың негізі, ол туралы не ойлайсың? Оқып көрмеген орысты. Жақсы жауап. Бірақ негізі былай жалпылап алған кезде сенің ойыңша ол жаққа реформа керек па? Менің ойымша реформа барлық жаққа қажет. Қазақстан бүкіл секторына? Иә, себебі мысалға нақтылай айта қояйын. Айта бер. Болмайды. Окей. Негізі біз жастар туралы, мектеп туралы айтып жатырмыз, иә? Вот сенің ойыңша қазіргі жастар көбірек немен айналысу керек, немен қызығу керек? Чтобы болашақта ол көбірек бір жақсы бенефиттер алып келетін. Кім үшін? Жастар үшін. Қоғам үшін ба? Қоғам үшін, жастар үшін. Жалпы өздері үшін. Коллектив үшін немесе индивид үшін? Индивид үшін, әлбетте. Жеке меншік даму үшін. Бірінші осыны талқылайық, одан кейін көбірек коллектив жаққа барсақ. Менің ойымша адам ең алдымен өзі үшін, өзінің саяси көзқарасын, саяси білімін, әлеуметтік білімін арттыру қажет. Себебі өзін басқару үшін, өзін индивид санау үшін, өзінің құқығын қорғау үшін әр адам енді өзінің қоғамдық гуманитарлық бағытын білу қажет, институттарын білу қажет. Ал екінші, мысалға, ол адамның уже қызығушылығына байланысты, онымен ешқандай бір ақыл кеңесін айта алмаймын, өйткені әр адам индивид, оны сыйлауымыз қажет. Мысалға біреуге биология, химия ұнауы мүмкін, физика, математика ұнауы мүмкін. Солай. Түсінікті. Ал жалпы әр оқушы сонда өзінің бағыт-бағдарын табу керек дейсің. Иә. Сол бойынша жүретін. Иә, осы мектеп қабырғасынан бастап табу қажет. Ал оған мектеп әсер ету керек. Иә, қолдау көрсету қажет. Өзінің бір ойын ашық жеткізіп айта алатындай қылу қажет. Ешкімнен қорықпауына, ешқандай бір ағай апайлардан қорықпауына, оны бір досы, құрбысы ретінде қарау үшін, өзінің ойын ашық айту үшін. Бірақ арасында әрине сыйластық болу қажет. Енді досым деп бірақ сен айтуынша сыйластық ол қорқынышқа кетіп қалмау керек. Иә, ол сыйластық ол қорқынышқа кетпеу қажет. Жақсы, керемет. Ал сенің ойыңша қазіргі жастардың ең әлсіз тұсы қандай? Ең әлсіз тұсы? Сен өзің енді 2009 жылысың, иә? Әрине. 2009 жылысың, сен өзің құрдастарыңды өзінен 1-2 жас үлкен немесе 1-2 жас кіші оқушылармен әрекеттесесің. Осы сәтте сен олардан қандай бір әлсіздіктерді байқайсың? Оларға не жетіспейді сенің ойыңша, жалпы бәріне объективті тұрғыдан алатын болсақ? Менің ойымша осы жеңіл манипуляцияларға алдануға.
өздерінің жеңіл манипуляция тоқта, осы сәтте түсіндірейік. Жеңіл манипуляция деп мен түсінуім бойынша көбірек азарт жақты немесе осыны түсіндіріп кетсең. Осы бір жеңіл рахатты. Жеңіл рахат. Иә, осы бір ішімдік ішу болсын, темекі шегу болсын. Окей. Одноразка, ставка, азарттық ойындар. Енді көбірек теңсіздіктер туралы сөйлесіп көретінбіз. Бізде бәріне белгілі төмен сатыдағы, яғни экономикалық жақта сәл төменірек, орташа және бай олигархтар бар. Жалпы сенің ойынша бізде Қазақстанда орта тап бар ма? Орта тап менің ойымша бар. Орта тап деп сен кімді айта аласың? Орта тап деп мен көлігі, үйі бар, осы бар. Бірақ классикалық тұрғыда батыс мемлекеттерінде орта тап деп кішкене біздің әлеуметте бай адамдарды айтады. Салыстырмалы түрде оны жалақы бойынша да, иеленген мүлігі бойынша да айтуға болады. Бірақ осы сәтте сенің ойынша адамдарды осы әлеуметтік теңсіздікке алып келетін қандай факторлар бар? Олигархтар. Меніңше олигархтар осы дамушы мемлекеттердің көп үлкен проблемасы секілді. Байқамадың ба? Байқадым. Мысалы, алыс кетпей ақ қояйық, өзіміз олигархтар кезінде билікте отырған мемлекетте өмір сүреміз. Және соған байланысты осы олигархтардың кесірінен көп зардап шектік, қарапайым халық қиналды. Және сен осыны олигархтарды кінәлайсың. Кінәлаймын. Бірақ мынандай ой бар, әр адам ол өзінің тағдырын жасаушы. Әр адам өзінің қазіргі тұрған жеріне тікелей байланысты, яғни ол кезінде не істеді, қазір тұрған жері соған тікелей дәлелі деген секілді. Осы сәтпен қалай қарайсың? Мысалы, сен қазір өзінің супер бай немесе супер кедей екеніне басқаларды кінәлау қаншалықты рационалды? Өзінің осы кедей бай екенді басқаларды кінәлау ол қате менің ойымша. Бірақ сен жаңа олигархтарды. Олигархтарды сынаймын. Себебі мен жалпы осы әлемді олигархтар басқарады деп сенемін. Осы соғыстарға, осы мысалы ауруларды, үлкен корпорациялар. Осы мысалға аурулар, вирустарды мысалға олигархтар жасайды деп сенемін. Өйткені осы вакциналарды, витаминдерді сату үшін деп, осы бір шетелдерге, осы әлемге өткізу үшін мақсатында деп есептеймін. Негізі мен де келісемін толықтай. Себебі кез келген дәріханаға барсаң, ол жақта өте көп фармацевтикалық дәрілер, өте көп витаминдер. Менің ойымша оның барлығы кезінде ата-бабамызға сонша жүздеген, елу емес, енді 70, 80, 90 жылға дейін өмір сүруге ешқалай кедергі болмаған ол витаминдердің болмауы. Олар бірақ витаминдердің барлығын табиғи түрмен алған болады. Бірақ осы сәтте айтуға болады толықтай, әлбетте монополия бар. Жалпы сен қоңырау өтіп қалды ма? Жоқ, қоңырау болсын. Нормально. Жақсы, біз жалғастырамыз. Енді менде осындай сұрақ пайда болды. Жалпы мектеп деп жатырмыз. Сен осыған дейін 68-ші мектепте оқыдың. 68-ші мектеппен қазіргі біз оқып жатқан 105-ші мектеппен салыстыратын болсақ, саған қай жақта көбірек жайлы болды? Менің өзімнің жеке ойым бойынша маған осы 105-ші орта мектепте жайлы. Себебі жаңа технологиялар және де жаңа осы құрал жабдықтар барлығы оқушыларға арнайы жасалған. Осы бұл проект, осы президентіміз елбасы Тоқаевтың осы проектін мен қолдадым және де өз алғысымды білдіремін әлі күнге дейін. Керемет. Бірақ ойламайсың ба, көп жайлы мектептердің үлкен мәселесі болып саналатын ол білім беру жүйесі. Көп оқушылардың зейінсіздігі, оқытушылардың салғырттығы дейін бе, көп жағдайда осындай сәттер кездестіреміз осы мектепте оқи тұра. Осы жайлы не ойлайсың? Негізі бұл проблема қайдан шықты? Неге оқушылардың зейіні сонша төмендеп кетті? Білім беру сапасы неге соншалықты жаман?
қалай сонда түсінбедім. Мысалы алатын болсақ, мысалы сендер сабақтар толық өтеді, көп сабақтар, бірақ кейбір сабақтар бар маңызды, бірақ жеткілікті түрде сен қанағаттанбайсың оған. Және осы мәселе көп жайлы мектептерде бар. Менің бірнеше достарым басқа жайлы мектептерде оқиды, қазіргі жайлы емес, келешек мектеп деп атайды. Бірақ соның өзінде бұл жаңа өте үлкен, өте жайлы мектеп болғандықтан көбісі осыған көз жұмып қарайды, ойлайды, егер де барлығы іші құрал жабдықтар жақсы болса, ол білім беру жүйесі сол сәтте жақсы деп. Бірақ негізі біз практикада көріп отырмыз, мүлдем олай емес. Жалпы сен осындайды байқап отырсың ба? Жалпы бұл мәселені қалай шешуге болады? Мен осы мектептің өзім оқығаннан кейін, тек қана осы мектепті ғана айта аламын, практиканың аздығы, мысалға ол тіл жағынан болсын, басқа жақтан да болсын, осы дұрыс зейін қоймауы, тек қана бір нәрсені үйрену үшін оған әрдайым практика қажет деп есептеймін. Әлбетте. Ал бұл мектепте менің ойымша әлі жеткіліксіз практикалық жұмыстар, теориялық, кейде даже сабақ болмай қалуы да мүмкін себептермен. Негізі меніңше ол үлкен проблема секілді. Өйткені біз статистиканы қарайтын болсақ, көп көшіргізетін мемлекеттерде, ол қарапайым мәдениетке сын кеткен мемлекеттерде байқаймыз, олардың жалпы әлемдік экономикада әсері сол сәтте төмен. Яғни көшіретін мемлекеттерде білім беру сапасы нашар, жалпы білім беру жүйелерінен шыққан оқушылардың білім деңгейі нашар. Біз сол туралы айтатын болсақ, меніңше ол өте ұзақ және терең тақырыптардың бірі болады секілді, бірақ соның өзінде де әлі күнге дейін қанағаттанбайтын тұстары бар. Ал бірақ егер де кішкене жақсы жақтарын айтатын болсақ, сенің осы мектепте ең бір жақсы ұмытылмас оқиған қандай болды мысалы? Жоқ, ондай жоқ. Ойлаймын. Ал егер де бұрынғы мектебіңді алатын болсақ? Ол жақта да ондай жоқ. Жақсы. Егер мысалы жай басқаша қойып көрейік, мысалы біздің мектеп сериал болса, сен рөлің қандай болушы еді? Сенің ойыңша? Массовка? А че неге олай ойлайсың? Меніңше барлық перспектива бар секілді бас кейіпкер болуға. Тек қана меніңше көбірек ашылу керек секілді. Осындай жобалардан бастап, ақырындап деңгеймен көтерілуге болады. Жалпы соңғы қоңырау күні жақындап келе жатыр. Келесі жылы сендер 11-ші сынып боласыңдар, одан кейін мектеп бітіресіңдер. Жалпы сол соңғы қоңырау кезінде өзіне не айтқың келеді? Мысалы сен қазір бір жылдан кейін сен көріп жатсың осы видеоны. Қазір бастап жатқан ісімді ертеңге қалдырмауға, аяғына дейін жеткізуге мысалға. Қазір менің ойымша қоңырау? Екінші қоңырау. Қоңырау кезде қоңырау соғып кетті? Сабақтар былай тез өтпейтін еді. Қоңырау бітсін, сосын соғылады. Менің ойымша біздің жасымыз қазір тек қана осы бір өзімізді дамытатын жастағы жас. Кейін болашақта осы қазірден алған білімімізді, қазірден жинаған осы навыктарымызды кейін болашақта потенциалмен көрсететін боламыз. Қазір осы өзіме айтатыным, осы қазір бастап жатқан істерімді аяғына дейін жеткізуді айтатын едім. Жақсы, бізде уақыт тәмамдап қалды. Жалпы өзің алғашқы қонақ болғандықтан көрермендерге мүмкін бірдеме тілейсің, немесе осы жоба туралы өзіңнің ойыңды айтып жібересің? Осы жобаны сен айтқаннан бері қолдадым. Рахмет. Өте жондай бір креативті, осы бір мектеп оқушыларының осы бір потенциалын ашатындай бағдарлама, подкаст. Және біздің мектепке бұл подкасттың осы бір көмегі тиеді деген ойдамын. Өзіне алғысымды білдіремін. Рахмет. Қош келдің. Құрметті көрермендер, бұл біздің алғашқы
подкастымыздың соңы. Меніңше сәл, қалай айтсам болады, мүмкін кейбір жерлері сәл классикалық подкасттарға сай келмеуі мүмкін, немесе кейбір ережелер. Құрметті көрермендер, бізде телефон өшіп қалды. Соған байланысты соңғы сөздерімді айта алмай қалдым. Меніңше ол аса қатты маңызды емес, себебі бастысы осы бірінші бөлім аяқталды. Келесіде одан да жақсы подкасттар күтесіздер деген сенімдемін. Сау, саламат болыңыздар.